Жас балалық вақытларымнан баслап, оқытушылық кәсібіне болған қызығушылығым бастауыш класста білім берген ұстаздарымның оқыту тәжірибелерінен пайда болған деп ойлаймын. Шайырларымыз қалемінен дөреген, ұстазым атыңды бәрхә ардақлап, жолларыңа гүл шәменін төсейін, әрбір нәсиятыңызды ядымда сақлап, өзіңіздей ұстаз болып өсейін деп жырлағанындай, менің де жас балалық жүрегіме ұстазларымның біздерді оқытудағы тәжірибелері ұстазлық жолына, оқытушылық жолына, бастауыш класс мұғалімі болу дәрежесіне жетекілеп барды деп ойлаймын. Бастауыш класста білім берген ұстазларым Есемұрат аға Утамбетов һәм Сара апа Сайбурова. Және де ұстазлық кәсібіне болған сүйіспеншілігімді, оған деген болған ынтаны рауажландыруында ұстаз қыз апам Серегүл Салиеваның да минет жолындағы талапшаңлығы, ізленушілігі, методикалық шеберліктері мені алдыңғы қатардағы підайы болып істейтұғын бастауыш класс мұғалімі дәрежесіне жетекледі деп ойлаймын. Минет жолымды бастауымда кәсіптік шеберлігімді, методикалық шеберлігімді, сабақ өтудегі өзімді ұслап тұтуларымды, методикалық жақтан, педагогикалық жақтан сөйлеу шеберліктерімді, оқыту технологияларымды үйретіп барысында бір қанша ұстазлардың ұстазлық жолларын басып өтіп, олардың пайдалы мәслихатлерін алып, осындай дәрежедегі ұстаз болу дәрежесіне жетістім деп ойлаймын. Кәсіптік шеберлігімді байытып баруында мектепте істеу дәуірімде бірнеше мұғалімдеріміздің өтілген сабақтарын көріп, олардың бай тәжірибелерінен, балалар менен істесудегі шеберліктерінен, оқыту ұсуларынан, бағалау ұсуларынан, балаларға болған мүнәсибетлерінің әртүрлі қатынасуларын біліп, үйреніп барғанмын деп ойлаймын. 1993 жылы республикамыз көлемінде өткізілетұғын Ағла мұғалім көріп таңлауына қатынастым. 1998 жылы көргізбе құралдар көріп таңлауына қатынастым. Міне ұсындай көріп таңлаулар өткізілген. Басқа да әнжүмалар менің кәсіптік шеберлігімнің байып баруына, өзімнің кәсіптік ұстазлық кәсібіне деген қызығушылығымның артып баруына үлкен әхметлі тәсірін көрсетті деп ойлаймын. Қанегелік арттыру курсларына келген уақытлардағы ұстаздарымыздың сабақлық авторларының берген сабақлары менде сабақлықтарды анализлеуге, сабақлықтарда берілген материалларға ітібарымды басқаша қылып қаратуға үлкен тәсірін тегізді. Қанегелігін арттыру курсына келген уақытларымда ана тілі сабақлығының авторы Баймұрат ата Құтлымұратовтың бірнеше мәрте сол пәнді оқытудағы сабақлық авторы бола тұра сондай қатынас жасау керегі келіктері хақындағы берілген материалларды не мақсатте сондай етіп берілді, мына жерінде не үшін мынандай, ал ана жерінде не үшін мынандай деп сондай сұраулар менен біздерді үйретулері әлбетте біздердің ілім жолына тереңнен түсуімізге, сабақлықта берілген әрбір шынығудағы тапсырмаларды орындауға, басқаша қатынас жасауымызға бағдарлады деп ойлаймын. Жаңа сабақлықтар әулеті жаратылып, мемлекеттік білімдендіру стандартының тәжірибе сынау жұмыстары алып барылу барысында Ағла мұғалім болғандығым себеплі тәжірибе сынау майданшасын өткізу бақытына миясар болдым. Сол тәжірибе сынау жұмыстарының нәтижелі алып барылуы нәтижесінде Қарақалпақстан Республикасы педагогларының білімін жетілдіру һәм қанегелігін арттыру институтына методикалық жақтан өзімнің тәжірибелерімді көрсетуге жұмысқа мұрат етіліп, осы жерде 2001-2002 оқу жылынан басылап, өзімнің кәсіптік ұстазлық жолымды давам еттірдім. Міне арадан қанша жылдар өтті, бүгінгі күні Қарақалпақстан Республикасы педагогикалық шеберлік орайында Қарақалпақстан Республикасындағы тәлім бар шетелдерде алып барылатұғын бастауыш класс мұғалімдеріне методикалық жақтан сабақ өту ұсуларын, интерактив методтардан пайдалану ұсуларын, жаңаша қатынас жасау ұсуларын үйрету барысында біргелікте істесіп келмектемен. Оқытудың заманауи формалары,
интерактив методлар, семинар тренингтер, оларды халықаралық дәрежедегі бақылау дәстүрлерінен пайдаланып сабақ өту, бүгінгі күні 21-ші әсір көлікпелерін пайда ететұғын 45 минутлық сабақ барысындағы әрбір шынығудағы берілген тапсырмаларды орындау көлікпелерін рауажландырып баруда, оларда сол компетенцияларды қалыптастыруде, оларменен біргелікте әмелі жұмыстар алып барып, бүгінгі күннің білімлендіру тарауындағы оқытудың сапасын жетілдіруге байланысты бір қанша жұмыстарды бастауыш класс мұғалімдерімізбен біргелікте алып бармақтамыз. Республикамыздың барлық районынан келген бастауыш класс мұғалімдерімен істесу барысында өздеріміз олардың арасынан жаңаша істейтұғын кәсіптік шеберлігі бай, методикалық ұсуларды ойлап, ізлеп, дөретіп табушы оқытушыларымызбен біргелікте методикалық жұмысларды алып барып, оларды республикамыз көлеміндегі барша мектеплерде ен жайдыруға өздеріміздің үлесімізді қосып келмектеміз. Кәсіптік шеберлігімді, ілім жолындағы ізетлеулерімді алып баруымда өзімізбен біргелікте жәмәтімізде істеп отырған ұстазларым Бибсара апа Арзымбетова, Гүлжахан апа Өзбекбаевна, Елена Николаевна, Сұлқмар апа Құдайбергеновалардың өмірлік, тұрмыслық, педагогикалық үлкендерменен істесу техника һәм методикаларын үйреніп бардым. Соныңменен біргелікте ілім инеменен құдық қазғандай деп оқытудың әр тәреплеме ізетлеу жолдарын үйрену барысында бүгінгі күні Қарақалпақстан Республикасындағы бәрше перзенттеріміздің білім дәрежесін 45 минутлық сабақ барысында рауажландырып, халықаралық дәрежеге жеткеру мақсатында іліми ізетлеу жұмысларын ұстазым Пірниязов Искендер аға Құдайбергеновпен біргелікте алып бардық. Сонша жылық жиналған методикалық, іліми, педагогикалық тәжірибелерімізден пайдаланған халда 2024 жылы іліми жұмысымды табыслы жұмақлап шықтым. Міне бүгінгі күні сондай дәрежелерге ерістім деп ойлайман. Жаңа сабақлықлар әуләдінің авторлар дәрежесіне жетістік, оқытудың әр тәреплеме нәтижелі, сыпатлы, істесуге методикалық жақтан аңсат, қолайлы ұсуларын үйрету барысында бірнеше методикалық қолданбалар, методикалық ұсыныстар, әр түрлі оқыту технологияларынан пайдаланатұғын 21-ші әсір ақпарат технологияларынан пайдаланатұғын мультимедиалы, анимациялы һәм ойлап табушылық, дөретушілік, біргелікте істесу көлікпелерін рауажландырып баратұғын сабақ сілембелерін істеп, оларменен біргелікте жұмыслар алып бармақтамыз. Қарақалпақстан Республикасы педагогларының білімін жетілдіру һәм олардың қанегелігін арттыру институты Өзбекстан Республикасы көлеміндегі бірнеше халықаралық шөлкемдерменен біргелікте методикалық жұмысларды алып бардық. Бұндағы текарғы мақсатымыз республикамыздағы барлық ұлыма білім беру мектеплерінің оқытушыларының кәсіптік шеберлігін байытып, рауажландырып бару, оларға методикалық жақтан жәрдем беру, олардың балаға бағдарланған достық мүнәсебеттегі мектептің жарату бағдарламаларымен біргелікте жұмыстар алып барғанбыз. Бұл барысында бірнеше мәрте ЮНИСЕФ халықаралық шөлкемімен біргелікте тренерлік курсларында оқып, методикалық жақтан, кәсіптік жақтан оқытудың интерактив методларын, оқытудың жаңаша ұсуларын үйреніп, республикамыз көлеміндегі барша ұлыма білім беру мектеплерінен мектеплерді белгілеп алып, олардағы оқытушылармен біргелікте істесіп, олардың кәсіптік шеберліктерін рауажландыруда, бала шақсына бағдарланған тәлімді бағдарлап өту принциплеріне әмел етуде, достық мүнәсебеттегі мектеп дәстүрін жарату көлікпелерін рауажландырып баруда, 21-ші әсір көлікпелерін беруде, 21-ші әсір көлікпелерінің теориясын беруде бір қанша методикалық жұмысларды үйреніп, кәсіптік шеберліктерімізді байытып, ұсындай Өзбекстан көлеміндегі тренерлер группасында Қарақалпақстан көлеміндегі құрметлі ұстаздар қатарына жетісуімде үлкен
ахметлі орнын иелейді деп ойлаймын. 20-шы әсірде Қалмадин құшақ ашар Перлихан ұстаз. Заманауи ұстаздар болу деп һәммені бірген көрген ұстаз. Сабақтары мазмұнлы, зор методтар қайыны, оқушыларға қайымлы, өтерміз біздер мазмұнлы. Жүздеріңіз жайнаған